Алтын қоңыздың ауыртпайтын варианты, мына ауыртатын варианты, ауыртпайтын болған негізі ауыртып жүрсе де шыдап жүр, еркек болғаннан кейін барлығына ішіп жатыр. Енді простатит емдеу керек дегенде мынау алтын қоңыз 23-тік, 23-тан 43-тік болады ғой. Осы 43-тік алтын қоңыз алғандарға елдер мынаны ойбай қырады жояды деп сатып жүрген мынандай бал өнімін мен былай сыйлыққа аяқ беремін. Себебі бұл емдемейді, бұл ішкен кезде ғана әсер етеді. Мынау алтын қоңыз қуықтағы қуғасы безіндегі бүйректегі шылагы бар, инфекциясы бар, суы бар, барлығын зәр арқылы тазалайды. Жаңағы зәр жолдар арқылы туалетке қайта жүгіртіп деген сияқты. Сол арқылы тазаланғаннан кейін ғана простата безі өз қалпына келіп, қан айналып, сосын барып қана аспаптың әңгімесі түзеледі дегендей. Былайша айтқанда, екіншіге, үшіншіге шабу бұл балдың емес, мынаның көмегі екеуін бірдей қатар алып жүрсеңіз, сол жағын ескеріңіз. Бұл тек қанды айдайды. Бірақ бұл 12 сағатқа дейін жарамды ішкен кезде. Так что бұны жаңағыдай неме қылып жүрмеңіздер, бұны емдейді екен деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Бұл жерде емдейтін мынау алтын қоңыз. Соның жанына мынау керек десеңіздер, енді бұл жанына қосып бере аламын. Және бұны алтын қоңызды бүйрек өтінде тасбарларға ішуге болмайды, ал мына балды сахар барларға ішуге болмайды. Емделу үшін 877-257-1419 WhatsApp-қа жазыңыздар. Нұрқаділ Қалғием деп YouTube-қа, Instagram-ға жазсаңыздар да шығамын. Жалпы сол ем болсын барлықтарыңызға.